Мен Шетпе гимназиясының 9 сынып оқушысы Есемет қызы Жайдары. Менің қатысқалы отырған номинациям өз ауламның ағаштары. Бұл біздің сүйікті мекеніміз, отбасымыздың ауласы және бақшасы. Біз отбасымызбен салауатты өмір салтын ұстанамыз. Біздің бақшамызда қаратал, алма ағашының жаздық және күздік екі сорты, өрік ағаштары және сондай-ақ емдік қасиетке ие итмұрын, жөке, шие ағашы және қарақат өседі. Жергілікті жеріміздің табиғаты құрғақшылық екенін білесіздер. Сол себепті біз биыл осы бақшамыздағы өсімдіктерге тамшылату әдісін енгізбекпіз. Ал сәндік эстетикалық өсімдіктерден раушан мен лалагүл тұқымдастар өсіріледі. Ол өсімдіктер әрі сәнді, әрі бәрімізге көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Біз жыл сайын бақшамыздың топырағын жаңартып, табиғи тыңайтқыштармен қоректендіреміз. Сондай-ақ көкөністер егілетін жерлерді жыл сайын көшіру әдісімен тыңайтамыз. Ол үшін биыл өнім алған жерімізге жоңышқа егіп, келер жылы ол жерді демалдырамыз. Өздеріңізге белгілі, жоңышқа егілген жерлер түйнек бактерияларымен байи түседі. Ал ондай жерлерге егілген көкөністер өте жақсы өнім береді, әрі бітік шығады. Биыл күннің әзір жылымауына байланысты біз көкөністердің жас өскіндерін үй жағдайында өсіруіміз. Өскіндерді мамыр айының бас кезінде құнарлы топырағымызға отырғызамыз. Олар қызанақ, қияр, қауын, картоп және баклажанның өскіндері. Ал біз жыл сайын осы өсімдіктермен бірге ақжелкен, аскөк сияқты дәмдеуіштерді дүкеннен сатып алмаймыз. Осылай өз бақшамды таныстыра отырып, жергілікті жеріміздің құрғақшылық жағдайын сылтау етпей, мен өз достарым мен сыныптастарымды, әрі барша ауыл тұрғындарын еңбектенуге шақырамын. Еңбектің наны тәтті. Міне достар, міне менің жасыл мекенім.